Ассалаумағалейкум, армысыздар. Бүгін 11-ші дәрістің тақырыбы қоғам философиясы, яғни әлеуметтік философия. Бұл дәріспен бірге сабақтаса мәдениет философиясы да, өркениет философиясы да қарастырылады. Алайда сабақтың көлемі үлкейіп кететін болғандықтан, мәдениет философиясын, өркениет мәселесін басқа презентацияға қалдырып отырмын. Сонымен қоғам жайына келетін болсақ, қоғам 11-ші дәрісте көрсетілгендей мынадай жоспарлардан тұрады қоғам мәселесі. Әлеуметтік философия, оның қалыптасуы, ұғымы, функциялары, табиғат, адам, қоғам арақатынасы, олардың құрамдас бөліктері, қоғамның негізделуі, оның ұғымы, құрамдас бөліктері, қоғам туралы көзқарастар, басқа да категориялар, әртүрлі қоғамның түрлері қарастырылады. Ашық қоғам, жабық қоғам, постиндустриалды қоғам, ақпараттық қоғамдағы басқа. Қоғамның негізгі салалары, аялары, түрлері, мәселелері қарастырылады. Енді әлеуметтік философия аты айтып тұрғандай, қоғам, әлеумет екеу бір сөз. 19 ғасырдың соңына қарай айналымға енген әлеуметтік философия термині. Одан кейін онымен бір мезгілде әлеуметтік философия деп аталатын білім негіздері қалыптаса бастады. Философияның үлкен бөлімі. Дегенмен қазіргі ғалымдардың айтуы бойынша бірізділік пен нақтылық жоқ. Біреулер 20 ғасырдың басында қалыптасты дейді, келесі біреулер 19 ғасырдың соңында қалыптасты дейді. Бұдан бұл уақытқа дейін қоғам жайындағы ойлар айтылмаған деген қорытынды шықпауға тиісті. Қоғам жайындағы ойлар антика кезінен де, тіпті оның алдындағы ежелгі Қытай үнді жерінде де айтыла бастаған. 29 жылы Франктың, орыс ойшылы, қоғамның рухани негіздері атты кітап шыққан болатын. Сол жерде нақты түсінігі берілген әлеуметтік философияның. Яғни қоғам деген не? Ол адам өмірінде қандай мағынаға ие болады? Оның шынайы мәні неде? Бізге қандай міндет жүктейді деген сұрақтарға жауап беретін деп көрсеткен. Бұнымен шектелмейміз әрине. Анықтамалар өте көп. Анықтамалар жалпы санын айтпай қойын, 120-130-ға жуық қоғамның анықтамасы болған 20 ғасырда. Қазіргі кездікімен қоссақ 250-ге жуық қоғамның анықтамасы бар. Бір тұрғыдан алғанда ғана. Ал оның басқа тұрғыдағы анықтамалары да жетіп артылады. Әлеуметтік философия қоғамдық болмыстың жалпы негіздерін зерттеумен айналысатын философияның үлкен бөлімі. Қоғамдық шындықтың тұтас құрылымдық бейнесін көруге ұмтылады. Тұтас, яғни бөліп жармай барлық байланыстарын, органикалық, ішкі сабақтастықтарын қарастырады. Мәдениетті, дінді, саясат, құқық, экономикалық барлығын. Алайда жеке-жеке бәрін қарастырғанда белгілі бір критерий тұрғысынан қарастырады. Себебі өз алдына жеке пәндер бар философиялық, мәдениеттану, дінтану, саясаттану секілді. Бұны енді түсіндіңіздер деп ойлаймын. Тарихпен байланыстыра қарастырады. Бұл жерде эклектикалық қана қамтып қоймай, яғни құры барлық мәліметті байланыссыз жиып қоймай, барлығын органикалық түрде сабақтастыра отырып, матастыра отырып қарастырады. Қоғам феноменін тұтас қарастыратындықтан бағанағы жеке ғылымдардан ерекшеленеді. Көптеген функциялар атқарады. Дүниетанымдық функция, бұл енді түсінікті. Методологиялық функция атқарады.
болжамдық қызметтер атқарады, танымдық қызмет атқарады, аксиологиялық қызмет атқарады, тәрбиелік қызмет атқарады. Бұлардың барлығына қысқаша тоқталатын болсақ, дүниетанымдық қызметте енді жалпы әлеуметтік болмысты, әлеуметтік әлемді, қоғам патшалығын қамтиды, сол туралы көптеген мәліметтер береді. Методологиялық қызмет арқылы диалектика принципін, синергетика принципін қоса отырып, барлық жағынан методологиялық бағдарларды береді. Болжау қызметі аты айтып тұрғандай, бағдарлайды болашақты, болжайды алда болатын жағдайлардың барлығын. Танымдық қызметі бұлда түсінікті, аксиологиялық қызмет атқарады екен құндылықтарға байланысты. Тәрбиелік. Мына жерде қарап отырсақ, әу баста табиғат пайда болған. Миллиардтаған жыл бұрын жаратылыс пайда болады. Шамамен 5 миллиард жыл бұрын күн пайда болса, 4,5 миллиард жыл бұрын бүкіл планеталар пайда болады. Әрине оның ішінде жер де пайда болады. Сөйтіп оның өзінің геологиялық дәуірлері қалыптасады. Катархий, архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Кайнозой енді одан кейін қазіргі адамдардың атасы деп есептеледі. Енді мына ғылыми тұрғыдан айтып тұрмын. Әлбетте діни тұрғыдан да басқа тұжырымдар бар. Сөйтіп литосфера, атмосфера, гидросфера, биосферамен сипатталады екен. Бұлардың әрқайсыларын жеке айтпаймын, себебі оның біразын өздеріңіз білесіздер. Шетінен скриншот жасап алсаңыздар болады. Бұл жерде жаңағы жазылғандың басқа қырынан қарастырған көрінісі тұр. Биосфера мен ноосфераға келсек, осы соңғы уақытта екеуін байланыстыра айтып жүр барлық жерде. Себебі ноосфера ол осы 20 ғасырдан бері өте өзекті мәнге ие болып тұр. Грекше нос, ақыл, парасат деген ұғымды білдіреді. Яғни табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесу сферасы, адамның ақыл-ой қызметінің ортасы болып саналады екен. 27-ші жылы бұл терминді Леруа енгізеді. Мақсатталған саны деп айтады. Тиэр де Шарден, Вернадский, Чижевскийлер де өздерінің ойларын қосады. Бірақ жермен ғана шектелмей ғарышты да қосып жібереді бұл жерге. Ғарыштықтың бірлігі деген ойларын айтып. Қоғамның құрамдас бөліктеріне келетін болсақ, бұл жерде жердің құрамдас бөліктері айтылды емес пе жаңа? Енді қоғамның құрамдас бөліктері туралы сөз болып тұр. Оларға тоқталатын болсақ, антропосфера, социосфера, биотехносфера секілді антропогендік, техногендік әсерлермен байланысқан өте күрделі жүйелерді көреміз. Қоғамның негізделуін қарасақ, әртүрлі жағдайда қоғамдар сипатталады екен, революциялық, эволюциялық сипатпен. Бірақ ең бастысы прогресс басты орында тұру керек, регрестік кезеңдерде болады. Жалпы қоғамды түсіндіруде көптеген әдістер бар. Марксистік, өркениеттік әдістер, оларды жеке-жеке алдағы уақытта қараймыз. Бірақ бағана ескертіп айтқандай, өркениетке қатысты мәселелерді келесі презентацияға қойып қойған болатын. Дамитын дамудағы жүйе өзінің қозғаушы күші болады. Рухани, материалдық тұрғыда негізделеді. Осы ретте анықтамасына тоқталсақ, қоғам дегеніміз мүдделері, құндылықтары,
мақсаттары әртүрлі адамдар тобы мен әртүрлі әлеуметтік бірлестіктердің жиынтығы болып табылады.